Бір шағын, тыныш көшеде ерекше бір наубайхана бар еді. Оның сырт көзге қарапайым көрінгенімен, іші әрдайым жылылық пен мейірімге толы болатын. Таң атқан сайын терезелерінен жұмсақ жарық төгіліп, айналаға жаңа піскен нанның керемет хош иісі тарайтын. Бұл наубайханада мейірімді наубайханашы жұмыс істейтін. Ол өз ісін жай ғана жұмыс емес, нағыз өнер деп білетін. Әрбір таңды ол қуанышпен қарсы алатын. Ұн сеуіп, қамыр илеп, болашақ тәтті тоқаштар мен дәмді нандарды ықыласпен дайындайтын. Қамыр оның қолында тіріліп кеткендей көрінетін. Әр қозғалысы сенімді, әр әрекеті сүйіспеншілікке толы еді. Пешке салынған нан баяу көтеріліп, алтын түске бояла бастайтын. Ал наубайхана іші одан сайын жайнап, ерекше жайлылыққа бөленетін. Наубайханашы үшін ең үлкен бақыт адамдардың қуанышты жүзін көру еді. Таңертең келген әрбір клиент ол үшін қадірлі болатын. Біреу ыстық нан алуға асықса, біреу тәтті бәліш таңдауға келетін. Бір күні наубайхана есігі баяу ашылып, ішке кішкентай бала кіріп келді. Оның көздері таңданысқа толы еді. Сөрелердегі әдемі тоқаштар мен хош иісті нандарды көріп, ол айналасына қызыға қарады. Наубайханашы баланың жүзіндегі таңданыс пен қуанышты байқап, жылы жымиып оған жақындады. Ол жаңа ғана пештен шыққан, буы бұрқыраған жұмсақ нанды балаға ұсынды. Бала қуаныштан жүзі бал-бұл жайнап, алғысын айтып күлімсіреді. Сол бір қарапайым сәттің өзі наубайханашын одан сайын нұрландырып жібергендей болды. Күндер өте берді. Наубайхана әрдайым адамдарға толы болды. Мұнда келген әрбір жан тек дәмді тағам ғана емес, ерекше көңіл күйде алып шығатын. Өйткені бұл жерде шынайы мейірім бар еді. Кейде наубайханашы күлкіге толатын. Кейде жай ғана тыныштық орнайтын. Бірақ әрдайым бір сезім сақталатын, жайлылық, жылулық және кішкентай бақыт. Кеш түскенде көшеде шамдар жанып, қала баяу тыныштала бастайтын. Наубайханадағы қарбалас та азайып, соңғы клиенттер үйлеріне қайтатын. Наубайханашы есікті жауып тұрып, бір сәт айналасына көз тастайтын. Ол тағы бір әдемі күннің өткеніне риза болатын. Себебі ол адамдарға тек нан емес, қуаныш сыйлағанын білетін. Ал наубайхана терезелерінен төгілген жұмсақ жарық, ертеңгі жаңа күнді асыға күткендей, түн тыныштығында баяу жарқырап тұра беретін.